Ат ұстар. Қазақтың әр жігітінің арманы дүниеге ат ұстар, ол перзент әкелу. Дүниеге ол келсе, қазақтың әр жігіті бір күн аспанға атып, ізімді құм баспайтын болды, жүзімді мұң баспайтын болды, деп қуанады екен. Дүниеге ұлың келді ме, алдымен 40 күн әйеліңді құнан қойдың сорпасын беріп, шілдесінен шығар. Асыл жарыңа балаңның тал бесігін тербеткенде, бесік жырын айтып тербеттеп талап қой. Бұлбұл құста балапанына бауырын жазғанша үні бұзылады деп, басқа құстың үнін естіртпейді екен. Бесіктен ана тілінің уызына жарған сәби, өскенде ата-анасына да, ұлтына да адал қызмет ете алатынына күмәніңіз болмасын. Балаңыздың бойына білімнен бұрын тәрбиенің дәнін сеуіп үлгеріңіз. Себебі тәрбиесіз берілген білім адамзаттың хас жауы екенін ұмытпаңдар, деп Әл-Фараби бабамыздың өзі айтып кеткен. Тәлімді тәрбиеден кейін қаражатына қарамай санасына пайдалы білім құйыңыз. Онымен қатар жаратушы жаббар иесін танытыңыз. Құдайын таныған ұл құдіретке ие болған бала болатынына сеніңіз. Сүйікті пайғамбарымыздың ғұмырын ұлыңызға үлгі қылыңыз. Ұлыңыз мамандық пен жар таңдаудан шатаспасын. Торғай сойса да қасапшы сойсын деген қазақ баласының өз ісінің хас шебер маманы болғанын қалаған. Мамандық ол нәпақа. Нағыз маманның қай кезде де қарыны тоқ, киімі бүтін. Жар таңдаған ұлыңызға таңдап жүріп, текті жердің қызын алып беріңіз. 2 жарты 1 бүтін деген атам қазақ ер азаматтың басындағы бүтін бағының жартысы әйелінікі екенін жақсы білген. Азамат болып, елге қызмет етуге жараған ұлыңыздың санасына мына 3 сөзді сіңіріңіз. Жігіттің басында 3 гауһар тасы бар, тәжі бар балам. Ол ақыл, сабыр, көрегендік. Ақылдың жауы ашу, сабырдың жауы асығыстық, білімдінің жауы көре алмаушылық пен қызғаныш. Ақылыңды ашуға алдырма, сабырсыздық пен асығыс шешім шығарма. Көре алмаушылық пен біліміңді жұрттан қызғанба. Халқыңа адал қызмет ет, қадірің соның ішінде. Әр әкенің ат ұстар ұлына айтар ұлағатты тәрбиесі осы сөздер болса керек. Мақсат Ысқақов.